Қазіргі фермерлердің шаруа жүргізудегі жіберетін негізгі 5 қателігі. Бірінші қателік тек жайылымға сену. Кей адамдар мал жайылып семіреді деп ойлайды. Бірақ бүгінгі жайылымдардың сапасы бұрынғыдай емес. Азық құнарсыз, жер тозған. Сондықтан қосымша жем шөпсіз, нақты рационсыз балдан өнім күтудің өзі бос үміт. Екінші қателік суды елемеу. Малға лай тұрып қалған, кейде тіпті лас су беріледі. Бұл үлкен қателік. Сүтті сиыр болсын, семіртілетін мал болсын, бәрі таза, мол суды қажет етеді. Су өнімнің 50%. Үшінші қателік бұзауға көңіл бөлмеу. Көп жерде бұзау шеттеп әлсіз өседі. Ал шын мәнінде сол бұзау ертеңгі табыстың, өсімнің көзі. Оны дұрыс бағу инвестиция. Төртінші қателік технологиядан артта қалу. Әлі күнге дейін қолмен сау, шелектеп су беру күнделікті ауыр физикалық еңбек. Ал қазіргі таңда қарапайым автоматтандыру арқылы уақыт та, күш те, ақша да үнемдеуге болады. Бесінші қателік қыстық азықты кеш дайындау. Көп малшы шөпті күзде алады. Ол кезде баға шарықтайды, сапа төмен. Ал шын шаруа шөпті жазда дайындайды, әрі арзан, әрі нәрлі болады. Достар, осы 5 нәрсені ескерген адам малдан міндетті түрде пайда көреді. Мал бағып байығың келсе, малмен емес, біліммен, есеппен жұмыс істеуің керек. Мына видеоны барынша WhatsApp топтарға таратуды және парақшаға тіркелуді ұмытпаңыздар.